Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен мен Нұрайым. Осындай әдемі дәмді формасын ұстап тұратын қайнатпалы кремнің, заварной кремнің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Бұл жерде бізде қантпенен крахмалды араластырып аламыз. Бір келкі болғанша араластырып аламыз. Сонан соң үстіне толық бір жұмыртқа және де жұмыртқаның сары уызын қосамыз. Бір жұмыртқа, бір сары уыз қосамыз. Бір келкі масы болғанша жақсылап бастарын біріктіріп араластырып аламыз. Үстіне сүтімізді құямыз. Жақсылап тағы да бір келкі масы болғанша араластырамыз. Сонан соң газға қоятын ыдысымызға құямыз да орташа отта міндетті түрде араластыра отырып, жаңағыдай қою крем болғанша қайнатып аламыз. Мен шамамен 5 минут, 7 минуттай тұрдым. Сондай уақытта өзі түседі, осылай қоюланып түседі. Араластырып әбден қою болған күтеміз. Сонан соң үстіне майымызды салып, ерітіп, жақсылап бір келкі масы болғанша араластырамыз. Және де ыстығы басылғанша, суығанша осылай бір ыдысымызға құйып қоямыз. Бетін міндетті түрде целлофанмен жабамыз. Осымен біздің заварной крем дайын, суыған соң пайдалана беруге болады. Қайнатпалы кремді көбіне тортқа пайдаланады, және де трубочкаға салса болады, және де профитролидің ішіне салуға да әдемі кетеді бұл крем. Алдағы видеомда достар өзімнің медовик тортымның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің арнамнан алыстамаңыздар, лайк басып, комментарий жазып мені қолдап отырыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Нұрайым. Әзірге сау болыңыздар.